Assalamualaikum mine hurmatli diqqatlar. Mine bugun bizler Timur inimizдің azır fermerlik xo'jaligindamiz. Mineki Panayev Farms fermer xo'jaligi. Timur inimiz bilen mine o'tgan yıldan boshlab ishlab boshlasak kuzden. Mening atim Dүйсенбай, familiyam O'tarboyev. So Anguzal Agroservis kompaniyasining so Xorazm Qaraqalpoqqa bekitilgan vakilimen so основной bizlerдің tekargı vazifamiz fermerlerge sol өнімді көбейтуге амели жақтан жәрдем беру һәм микробиологиялық препаратлардың өсімдік үшін қандай пайдасы бар екенін мен табиғи көрсетіп болмаса атызында көрсетіп беру болмаса амелде көрсетіп беру мақсат неге міне со жайласып тұрған қандай массив Аллайар досыңыздар, Қараөзек район Аллайар досыңыздар совхозы. Қошқар ата массиві. Қошқар ата массивінде мінекей со Anguzal Agroservis препаратларымен өткен жылдан бастап неге істесіп бастасыңыз. Өзіңіз бір сол қысқаша бір айтып берсеңіз, қандай болды, қайтып істесіңіз, не қылдыңыз? Ассалаумалейкум Хамеге. Өткен жыл 2025 жыл осы бидай 100 гектарға егіп басладық. Одан алдыңғы жылдар құласы осындай нәтижеге еш ие болмадық. Сондан кейін бір ilmiy жондасуға сізбен бір Дүйсенбайға істесуге бір шешімді қарарға келдік. Екпестен алдын бидайларымыз 300 киладан бердік. 250-300 киладан беріп басладық. Сентябрьдің 15-20-ларынан бастап ектік. Екпестен алдын дәнлерімізді баста сіздің препаратларыңызбен һәммесін обработкіледік. Һәм де сонымен ектік. Одан кейін бір шыққаннан кейін октябрь айларында 15-20-ларында және бір мәрте суспензия бердік. Салтипро бердік. Себебі мына Қошқар атаға жерлеріміз көп, шор жерлер тым көп. Біреулерге көбінесе біздер мәкке, мәш сондайларды егетін едік. Осы жыл міне бірінші рет қазір міне бидай егіп жатырмыз. Одан алдыңғы жыл бір рет егіп, қазір осы екінші жыл егіп жатырмыз. Алдыңғы жыл бидайыңыз қандай болды? Алдыңғы жыл бидайларымыздың бойлары ешқашан бұндай болмады. Средний алып есеплағанда где-то бір 25-30 сантиметр болды. Не центнерден берді өткен жыл? 18 центнерден берді. 18 центнерден берді. Шордың ақыбетінен, да? Шордың ақыбетінен, Нәл жоқ болып кетті атызда? Нәл жоқ болып кетті, шорланып кетті. Мынандай текісі ешқашан болған жоқ біздерде. Қазір бір зат түсіндік, сол сіздің алған препаратлардан бірінші очередте мына шорлығын алады. Өсімдікке азуқа болады екен. Хамме төгілеріміз көбінесе органикалық төгін болып есептелінеді біздерде. Бір ретте химиялық бердік, одан болса селитра бердік. 200 киладан бердік. Суспензияда мына парагин бактамин пластастиннан 3 рет бердік. Қазір бүгін сөйлесек айда 4-ші рет болады. Енді өзің бидайыңнан қалай қазіргі нәтижесіне өткен жылы салыстырғанда қазір не деп ойлайсың, қазір нәтиже болды ма, болмады? Нәтиже былай көзге қарағанда жақсы болды. Себебі бойынан уже белгілі болып тұрды, тығыздылығынан белгілі болып тұрды. Сіз айтқандай міне буыннан қазір 4 буын болып тұрды. Идеальный состояние қазір 5 буын деп жатсыз. Бойына келетін болсақ, міне қазір 60 сантиметр кемінде бар. Енді құда қаласа не қылды, орып жатқан уақытта енді тоннасын шығарамыз, сол уақытта бір нәтижесін айтамыз. Самый главный осы күнге дейін келіп, мына жерлерде сіздің бидайларыңыз шордың ақыбетінде апрель айында, одан кейін енді Қарақалпақстан шариғаты өзі жақсы білесіздер, әмеңіз топырақтың составында тұздылық жүзі күшлі, басым. Соның ақыбетінде октябрь айынан бастап уже бидайдың жүзі шорлаған, орта шорланған жерлерде октябрь айынан бастап бидайдың түп саны қысқарып басылайды. Бақарде апрельге келіп уже көпшілік бұлдары өліп жоқ болып кететін еді, солай ма? Өткен жыл сондай болған? Өткен жыл сондай болды. Менде суретлерім бар, сол видеоға қосып не алып кетсеңіз болады. Суретлерім бар, видеоларым бар, қандай шор болып жатқан уақытлары. Шорланған жерлері құласы 100% өліп қалатын еді. Сондан кейін атызымызда ешқашан мынандай толық бидай шығып көрген жоқ. Біз енді өздеріміз ферма қожалығы, Панаев Farms ферма қожалығымыз основном шаруашылыққа масласқан. Қазір өткен жылдан бастап диқаншылықпен шұғылданып жатырмыз. Бидайдан басталды. Бидайдан не қылды, жақсы бір нәтижеге алып шығуға әрекет етіп жатырмыз. Сізбен біргелікте, себебі сіз мынау Anguzal Agroservisке де 1000 мәрте рахмет айтамыз. Себебі ilmiy жағынан біздерге
туура келип аткан жок. Сол илмий жагынан жардам берип атыпты. Себеби жердин топурагын не кылып атып көрүп атабыз. Салтипро основной. Основной мына Салтипро көп күчтүү. Шорго каршы. Шорго каршы Салтипро жүдө жакшы не экен. Алдылары, например, ацларыбыз аппак болуп калатын эди. Азыр ушул жылы эч качан мындай аппак болуп эч не болгон. Өткөн жылы күздө да шор чыкпады, э? Сону секенден кийин. Чыккан жок. Мисалы үчүн ана жолларды карасаңыз, жоллар аппак болуп туратын эди. Сол кезде биз ацларыбыз ham ак болатын эди. Салтипрону сүйбөдүк, жок ондай зат. Ана шорду келдин басында турган шорлордон көрсөтсөң болот меке, пожалуйста, белгилеп отуруп мына шорлор. Ооба, сөйлмеңиз жили. Енді Тимур акырттан бул микробиологиялык препаратлардын, я болбосо пайдалуу микроорганизмдердин бул жүдө бир өсүмдүккө, топуракка жүдө пайдасы көп. Себеби булар микробиолог алымдар биздин Ангузал сервис компаниясынын директору Анаида Георгиевна Гозалова деген апамыз бар. Бул өзү микробиолог алым. Сол препаратлардын хаммесин сол өзү лаборатория шариатында көбөйтүп, уну дихаларга сол жапырак аркылуу берүү үчүн, суспензия ретинде берүү үчүн ушундай препаратлар кылып чыгарып, минекей жеткирип берип турупты. Онун үстүнө минекей 16 жылдан бери істеп турган компания бул. Сол 5 жылдан, 6 жылдан бери биздер сол Каракалпакстан Республикасына кирип келген быйыл минекей 6 жыл болсо, 6 жылдан бери сол Бактамин, 6 жылдан бери сол кеселдикке каршы Спарагин, 6 жылдан бери сол Плантастим, 6 жылдан бери сол Фосумакс. Минекей өткөн 2 жыл болду. Азыр мен Салтипро препаратын сол илтимас кылган эдик апамыздан. Бизде шор жүдө көп, бидайымыздын түп саны жок болуп кетет. Пакта сугаргандан кийин пакталарыбыз өлүп калып атыптыр шордан. Шордун акыбетинен да. Себеби шордун эң бир текаргы жаман касиети, буну караңдар. Шор сондай дәрежеде дузлар улума биз берген суду да даже өсүмдүккө бермей ызгарлык бола берсин топуракта. Биз берген нени суду да сол өсүмдүккө бермей өзүнө тартып турган касиетине ээ да. Ооба. Бирок биз ойлойбуз го ызгарлык бар деп, не Азат? Атызда. Бирок ол ала алмайды ол өсүмдүк да. Себеби дузлук, шорлук күчлүү. Және онун үстүнө берген химиялык азот барма, калий барма, сол төгүлөрдү да ол өзүнө жабыстырып өсүмдүккө алуу касиетин токтотуп тастайт да. Шордун акыбети. Мен сол затты илтимас кылдык апамыздан бизге сол шорларды жеп, сол шорларды азайтатугун бирден жок кылып жиберүү кыйын. Жылдар давамында азайтууга болот. Себеби мына азыр мына факт сенин көзүң алдында. Өткөн жылы су жерде бидай жок эди. Мына быйыл бидайдын үстүндө туруппуз, дурусу? Бунун текаргы касиетинин бирден бир себепчиси бул Салтипро препарат болуп эсептелет. Бул шорду сол атрапындагы бидайдын атрапындагы шорду топурактын жука катламында булар болуп, шорду азайтып, жеп, өсүмдүккө азык суу жеткизип берүү кабилетин пайда этет да булар. Азык суу жеткизип берүү убактында. Одан тышкары бир жер бердик, мына апамыздан сол полный сол бир контур жерде өзүм 3 гектарда. 3 гектар жерде өзүм тамелеп берем. Аталыкка алды. Аталыкка алды, сону Действительно, буну азыр кайта сынап атырмыз. Азыр мына 2 жыл болаткан болсо, 2024-жылы су препаратты апамыз шорду жыйтыгын препаратты Салтипро препарат, мезоворус основной составы. Сол ойлап тапкан болсо, сол биринчи жылы биз Каракалпакстан шариатында 1 тоннаны бесплатный таркатып сынаганбыз да, 1 тонна. Акелип хамма фермерлерге таркаттык бесплатный апамыздын тапсырмасы менен. Ондан кийин минекей кейинги жылы сол күздө сынактан жакшы өткөндөн кийин күздө уже производствого костук буну. Пактада да жакшы өттү, бидайда да жакшы өттү. Азыр менин өзүмдүн Каракалпакстан республикасы боюнча, Хорезм вилаяты боюнча бир 2000га шамалас фермерим бар істесип аткан, пакта, бидай, шалы, башка фермерлерим бар. Барлыгы сол биздердин микробиология препаратлардан пайдаланып, жакшы өнүм алып турупту. Өткөн жыл өзүңүз апардыңыз ана пакта ажыларга. Ооба. Эч качан көрмөйт мындай пакталарды. Өткөн себеби эмне? Химиялык төгүлөрдү биздер сол 50%ке чейин кыскартуу имканиятына ээ болдук. Себеби хаттен тышкары бере берген менен топуракта шорлук көбөйүүнү акыбетин алып келет да, оны жей алмайды өсүмдүк. Сонун үчүн минекей апамыз сол препаратты ойлоп тапты. Азыр мына өткөн жылы тукумда, мисалы үчүн Азат неттик го, тукумда жууп эктиңер, Спарагин, Плантастимин жууп эктиңер.
Сол кезде мысалы тарихлап беріңіз, ана химиялық көзін болса, мынаны шыны жеймен дегенше бұл тұқым или нете алмайды, бірақ мынау азыр уже біздер ауқатландырып, тойдырып, жерге тастап жатырмыз деп, мысалы сол кезде тарихлап беріңіз өзіңіз. Ол кездері мысалы шығуы жаңалық болды, тез шықты, tez өніп өсті уже жердің бетіне. Yüzde bir mərtə saltı. Сол күзде Saltipro verdik. Sparagen var. Күзде Saltipro verildi. İlk litreden Saltipro çevrildi. Olsun. Baharda Mart'ta verildi. Mart'ta 2 litre çektiniz mi? Mart'ta 2 litreden verdik o. Saltipro. Saltipro. Şorba. Birinci April'de verildi o. O vaxtında Baktamin, Türtüğünün Sparagen, Fantastin, Saltipro. Saltipro. Sonra bir septik. Endi az mınау бүгүнкү және бүгүн 1 май және сеуга. Және Кудай каласа Saltipro'dan 2 litr Sparagen. Sparagen жоқ. Baktamin бар, Fantastin бар, и Fosfomax. Çok mikrobiologik препаратларды последний раз беріп жатырмыз. Төгінді қанша беруі? Төгін біздер қара фос бір берілді 300 гладан и селитра 200 гладан берді. Қара фозам органикалық төгін. Айтып отырмын, химиялық төгіннен тек 200 гла бір рет берілді болған. Қаншасы органикалық төгіндер болды. Азат енді сен айтыңыз, сен Астанада атысты ішіне жүреді. Өткен жылғы бидайына қарағанда биылғы бидайына сол жаңа Тимур айтқандай жақсы бидай. Өткен жыл бұндай бой көрмедік. Мынандай тығыз атыс көрмедік өткен жылы. Биыл әйтеуір Құдайға шүкір, сіздердің көмегіңізбенен өзіңіз бәрін бастан аяқ контрол қылып жатсыз. Рахмет көп. Енді бұдан басқа да әйтеуір егін егеміз деп отырмыз, сол істесеміз бұның бұяғына да. Ангүзел несіне фирмасына рахмет. Көп разница бар. Көріп жатырмыз. Енді бұл ақыттан басқа егілерге де беруге болады, себебі бұлар микробиологиялық препарат болғанлығы себебі ешқандай зиянсыз ол. Адам организм үшін зиянсыз. Табиғатта бар нәрсе ол. Табиғатта бар зат ол. Сол микроорганизм, топырақ, өсімдік біздер енді основной ілмей жандасамыз, себебі мінекей сізге мінекей 100 гектар бидайыңызға беріп жіберіп мә сеу деп айтпаймыз, келіп басында тұрып мынандай қылып істе қайту керек, қай уақытында себу керек, барлығын консультацияларын бәрін беріп, агротехникасын толық ұсынып, сөйтіп бірге істесіп, экономикалық жақларына месаплап, шығынды мынандай жақтан азайт, сен әзір өзіне түсер бақасы мынандай қымбат болып тұрыпты, соның үшін сен азмаз эконом қыл, бұяғынан неяқтан қосымша микробиология препаратларымен істес, сен бірақ содан зият өнім аласаң деп иқалармен жақсы сенісіп жатырмыз. Қарақалпақстан шариғатында жүдә ауыр регионал болып саналады, резкий континентальный, қатты суық, қазір мінекей түнде 11 градусқа шейін салқын болады. Күндізгі уақыттарда жүдә бір қатты ысып кетпейді. Тем более ертең бірден ысып кетеді. Сондай суровый, жүдә бір қатты қиын климатта біздер фермерлермен істесіп, со бидайдан 50-60 центнер бидай сондай бір ауыр топырақты жерлерден алуға мясар болып жатырмыз да, препаратлардың арқасында. Пақтадан 45 центнерді алу имканиятына ие болды. Средний есептағанда 45 центнер пақта алу имканиятына ие болды фермерлер. Соның ақыбетінде қазір мінекей қосымша трактор, техника, басқа заттарды алу. Диқанда болса, президентіміз айтқандай, диқанда болса халықта болады деген гәпі сол. Құдайым сол қырмаңызға берекет берсін. Рахмет. Жұмыстарыңызға табыстар болсын, Құдай қаласа. Аллахым сол суымыз мол болғай, еліміз тыныш болғай, Құдай қаласа. Жақсы күндерде жасайық. Бидайларыңыз Құдайым өсіп, қырмағын бәлент болғай. Дүзенбай, міне өткен жыл осындай қойып біздердің атызлар. Мына енді қоңсы бермеңіз. Мына қоңсы бермер мінекей. Осы Қошқарбай ата массив болдың бәрі. Сенен бір где-то бір неше километр ұзақтықта? 1 километр шықпайды, е? 1 километр. Да, ұзақ емес, міне. Міне бидайдың жағдайы бұлар.
Salty Pro Koңсы фермер, бірақ басқа фермер. Бақта мен плантация испараген менен ұлыма істеспеген, бұлар сеппеген. Міне сондай жағдайда мінекей нәлдің бәрі мінекей жоқ. Ар жағында да жоқ, міне ортасында да жоқ кетіп қалған. Міне жағында жоқ мінекей. Ава. Өткен жыл міне сондай болды да бұл жерде. Сондай болды бұл жерде. Сондай болып қалды ғой, барлық контурланыс, иә. Енді ол жерде Қошқарбай массивінде неше гектар бидай бар еді? 17 гектар. Сондай болып барлығы сондай жағдайға. Жақыннан түсір, Асырбек мінекей. Қазір келсін мінекей. Жақыннан түсір, бидайларын көрсет жағдайын. Не шор мынау. Қарам не шор. Жер. Ызғарлық бар да, бірақ нәлдің бәрі негізде күзде көгеріп шығады шығу, не? Осы күнге келіп, неге сондай халатта міне мынандай жоқ кетеді неке. Міне мына шордың тикарғы зияны бұл. Не өліп, сондай болып. Не міне яқтада мінекей, қарам не жоқ. Міне. Атыздың почти что ярымы, я контурдың жартысы жоқ болып кеткен да, міне шордың ақыбетінде міне қиып кеткен. Міне, пожалуйста. Бірақ бұндай жағдай сіздерде жоқ қой. Мінекей мына қарам не, шордың ақыбетінде бидайлардың тап ұсы халатта қалған ғой онда сіздердікі өткен жыл, иә, бидайлар. Сондай болып қалды ғой. Мына қара бойы міне. Бойы сондай болып. Не бой бір қарс. Бас шығарып кетті біздер. Мынандай бас шығарып кетті. Жақынырақ тұрмайсың бе? Не, түп санап аздай қойғанда мына қарам не. Асылы мына шордың ақыбетінде сондай түп саны жоқ болып кетеді да, мына қарам неке. Не. Бұл енді қоңыз фермерің ғой сен. Араңыз енді бұл тек просто салыстырма ретінде не қылып жатырмыз ғой. Ақыттан фермерлер қиналып жатыр сондай шордың ақыбетінде. Міне не деген расход істеді осы фермер. Бидайды егу үшін. Міне шордың ақыбетінде міне түп санам жоқ болып кеткен. Қара. Почти что атыздың ярымында шордың ақыбетінде нәл жоқ. Міне. Сен бар бағана сөйтіп және бір зат айта қойын деп. Ілмей жондасу деп жатырсыз ғой. Аяқсыз айтқанда ана жаулар жауды. Мысалы үшін сол уақытта неше миллиметр жауын жауды бір неге? Бір кубический сантиметрға. Сол уақытта көп адам су қармап жіберді да. Өзі ызғарлық мынандай да. Ызғарлық қанша күшейген сайын топырақтың астында өзі бұрыннан қап кеткен, өзі өспеген химиялық элементтер тұрды. Өсімдік өзіне сіңіре алмаған химиялық элемент осы топыраққа жайғасып бұрыннан бір 50 жыл бұрын, 60 жыл бұл жерде бұндай шор жоқ еді ғой. Шорлы, тұзлы зат жоқ еді. Бұның ақыбеті әдден тысқары химиялық удобрениені менен азықтандыру өсімдікті. Соң ақыбетінде ол өсімдік ала алмай қалғаларының бәрі сол кислота халатына айланып, шор халатына айланып, сол топырақта жиналып, біздер әр жылы суғарған сайын арман төмен қарай ысырып қоя беріп қойыппыз да азыр бұны. Шорды. Негізі топырақтың астында жиналып қалды, тонналап жатыр бұл. Кетпейді бұл нәрсе. Бар бұрында жиналып қалған заттарда бәрі сол өзі өспеген химиялық элементтердің қалындысы бәрі. Толық алып шығып кете алмайды өсімдікті. Нормадан тысқары бергеннің, ілімсіздікпенен бергеннің ақыбетінде болып тұрыпты да. Енді қара міне, қазір мінедегі бидайлар жоқ болып кетті міне. Өткен жыл сілерде сондай болды. Мынау қазір міне, 1 майдағы халат мінекей бидайдың жағдайы мынау. 1 май. Енді бұл Haqiqatdan ham ilm bilan байланыспасақ болмайды. Себебі фермердің минеті далаға кетпеу керек. Жаңа мынада көрсеттіңіз ғой, тамырам қарақ. Мысалы үшін бізде баста бір екеумізді бір суретке түсірбек. Суретке жаңағы екпей тұрып жаңағы обработкаледік қой. Сол уақытта тамыры дым көп еді бізде. Күзде октябрьдің ішінде емес пе? Жыл көріп не қылдық қой. Себебі енді бәрібір бұл өсімдікке зиян. Өсімдікті өсірмейді. Ане бұл бәрібір микробиологиялық препараттармен істесуіміз керек, топыраққа органика кіртуіміз керек, химияны азайтуымыз керек. Бәрібір сонша расход істеді фермер. Енді қараң, бұл бір фермерде емес, бұл көп фермерде сондай жағдай. Ахуал. Енді ол расходында жаумайды да ол, минус фермерге. Haqiqatdan.
Elmas жақылады мына жерде. Жоқ. Her жерде бар, her жерде. Енді бұл 10 центнер берсе де жүдә жақсы бергені бұл. 10 центнер берсе де берме соған қуанады енді. Шордың ақыбетін. А сенде неге Құдайға шүкір биыл. Дұрыс па? Болады. Мынау Тимурдың басқа және бір ұлыма 100 гектарға Нұрымтөбек жақтағы. Екінші басқа контуры бұл. Су препаратларды бүйіргеде септің, Бөргеде сөздік. Бірақ шор сугін кешекем, бірақ су ішпеген бидайым. 1 грамм су ішпеді ау. Bir retam su. Bir mərtədə su içməyən, bidayının büyüklüğü de normal. Su uluma içməyən. Mene qarasanız var. Bidayının tüplüğü, mene juvanlığı, ösüğü, bunda da 4 buğundan var. Tek qana güzde bir mərtə su var ya, boğan yegisten aldın. Yegisten aldım. Bir ret su qardık, boğanı sodan beri uluma su içpedi. Tek hazır su içpenizemden getirdim. Енді міне шорды ұстап тұру қабілеті күшті да бұл Салтипро препаратының. Анақта да жағы қошқар бояты да беттеді. Мысалы бірінші нөбетте сен өйердің шорын азайту мақсатында өйерге 2 мәрте толтырып суғару керек та бидайды екпесін алып. Сенің атызларыңда тек қана 1 мәрте су ішті, ол да шала. Дұрыс емес пе? Сол жерге бидай егілді уже қошқар ата бетті да. Общий әмме жерім сондай. Енді о тек қошқар ата бетті кеше bir hafta aldın bir mərtə suğardınız dұрыс па? Baxarda bir mərtə. Güzde ekpesinden aldın bir mərtə. Baxarda bir mərtə kişi уже bir hafta oldu. Енді мінек бірақ бірінші су değil ішпеген. Бидайдың жағдайы мінекей. Бидай шөл емес, мінекей бактамин, плантастин, спараген препаратларының ақыбетінде Салтипроның. Бидай жақсы істеп тұрды. Міне кейінгі атыздан көрейік, пожалуйста. Алта. Уже жаңа атызларға азыр су спензиядан бастап жатырмыз. Салтипро гектарға 2 литрдан, спараген гектарға 2 литрдан, бактамин гектарға 2 литрдан, плантасин гектарға 2 литрдан. Так, азыр мынау 1 тонналық бачокқа 6 литрдан саламыз да. Ал апер. Салтипро бірінші салынып жатыр мінекей. Altı litre Sалтипро salındı. Endi 6 litre plantasim, 6 litre baktamin, 6 litre sparagen salamız. Söйтіп әзірмеке бүгін құда қылысы су спензиядан бастаймыз. Шорла батқан атысыларға, hem азықландыруға шорға қарсы Салтипро, азот, фосфор, азот жегізу үшін бактамин, фосфор, калий жегізу үшін спараген, yani plantasim и keselikке қарсы спараген препаратларын. Анадан қиын болды. Азат міне енді hazır бар ғой сен. Мына бір контурға бір заправка кетеді ғой, дұрыс емес пе? Так, гектарға 2 литрдан Салтипро 2 литрдан. Демек бір заправкаға 3 гектарға кетсе 6 литр саласаң да. 6 литр. Плантасим 2 литрдан. Бұдан да 6 литр. Фосфомакс бұл. Фосформен тәмінлеуші. Бұдан мынау бактамин. Бұл азотпен тәмінлеуші. Бактамин, биоазот деп аталады. Органик азот та бұлар. 6 литрдан саласаң, сөйтіп тұрып 600 литр суға су спензияңды бастай бересің. Бүгін 1 май. 1 май. Assalamualaikum hürmetli fermerler. Saymoy fermer қожалығының бидай атызларында тұрман. Өткен жылы күзде егілген 12 гектар бидайдың
6 гектар майданның бетіне кейбір шор шығып кетіп, бидай 4 бармақ болғанақта қурайтын дәрежеге келді, сарғайып, ярым белінен. Сөйтіп Дүйсенбай Отарбаевпен ойласып, Ангузал Агросервис компаниясының Сальтипро препаратын гектарына 1,5 литрден сол 6 гектарға септірдім. Бір әптенің ішінде сарғайғанам кетті, қурайын деп тұрған жерлерім білінбей қалды. Барлық атыз бірдей болып теңесіп кетті. Сондан кеше жақында бәһәрде гектарына 2 литрден септік екінші мәрте. Әзір міне көріп тұрыпсыз. Ешқандай кейбірден шорғиып өлген жері жоқ. Басылап, гүллеп атырыпты, Құдайға шүкір. Арғы 6 гектардан кем жері жоқ, зият болса зиятта. Сальтипро препаратының пайдасын мен көзіммен көріп, пайдаланып көрдім сазға. Жүдә шорлы жерлерге жүдә жақсы нәрсе препарат екен. Арғы жылы сол 6 гектардың екінші бөлігі 3 гектар жері даже өнім бермей қурап қалып еді. Бетіне шор төгіп кетіп, шор шегелеу жүреді. Биыл Құдайға шүкір міне өнімі жаман емес. Құда қаласа